Тоғай тиди. Саспа аяқ үйреніп кетесің. Осы малы. Не жол мынау? Айтсам саған бей көкшелі. Туфли киме деп өзі балың өзіңе. Қызықсың. Қалай кимеймін? Білесің ғой сен мен. Осы сен ауылда асфальт, тротуар деген өмірден білмейтін сияқтысыңдар ғой. Я, осы менің ауылым. Біздің ауылға қош келдің. Біздің ауыл нағыз комедия, мелодрама қысқасы. Тұқыралай болшы тез. Аяғым ауырып кетті. Үйге барайықшы. Біздің ауыл көрдің бе? Сүрленген сүр бойдақ досым. Қалайсың? Жақсымын, Қуат. Кешіктің ғой. Енді сен сияқты бойдақ емеспін. Бала шаға бар дегендей, бірін мектепке, бірін балабақшаға апарам деп жүріп қалдым. Жалпы отбасылық өмір, сен оны бәрібір түсінбейсің. Не үшін айтып отырмын? Ай, Қуат, тиіспесең аспатпайды я саған. Не шаруаң бар менде? Әкем құсап мазамды алады екенсің. Иә, қаншермін. Неге алаңдамайым? Жасым болса 27-де, 28-ге жақындады. Досым болғасын жаным ашиды да, қызықсың. Жарайды бол, жұмысың істеші. Сен жоқта рахаттанып отыр едім. Қайдан ғана келе қалдың? Айтпақшы, Жомарт, маған керемет идея келді. Сен анау шағын бизнесті қолдау үшін несие беретін жобаның жетекшісі емессің бе, Иә. Маған көмегің керек. Айтып көр, ойланайын. Айтқанда былай, мұражай ашқым келеді. Мұражай? Кәдімгі мұражай. Ерекшелігі сол, тұрмысқа шықпай қалған кәрі қыздардың, үйленбей қалған сүр бойдақтардың сүйегін сақтаймын да, келген қонақтарға таныстырам. Мысалы, Жомарт Амантайұлы. Сен айтып тұрым. 1989 жылға үйленбеген өткен ғасырдың соңғы сүр бойдағы. Бұлайша айтқанда, Жомартазавр. Дина, көрші, кәрі қыз. Біздің эрамызға дейінгі 2000 жылдар өмір сүрген. Бұлайша айтқанда, динозавр. Қуат десе қуатсың, жөн түзу әңгіме айтама десем, бала құсап. Көшел. Динара, бұл менің үйім. Атам мен әжем. Қызым, айналайын. Жолдан шаршап келдің ғой. Ішіп отыр. Міне құрттан ал, жей ғой. Ала ғой. Рахмет. Май же, қаймақ же, наннан же, бауырсақ же, бәрін өзім дайындадым. Қош келдің, қызым. Әжеңнің дайындаған тағамдары. Ұялмай, ішіп жеп отыр. Сен де менің қызымсың. Динара, бауырсақтан же, әжемнің өзі дайындаған өте дәмді. Сыныптасым хабарласып тұр. Алло, сәлем, Қуат. Қаладан құрбым келген. Кешке жиналамыз? Аха, жақсы, сау бол. Динара, жесеңші құрттардан, наннан же, тамақтан же. Же отыр. Аспасын. Ал, ұялма. Бейбі, көк шаңғылып не істеп жатырсың? Ерігіп ойнап жатыр, ойнесей? Тасташ, адам ауланы ертемен сыпырады. Тұстағы сенде ерігіп. Жұрттың балалары отбасы құрып немере сүйдіріп жатыр. Ал біздің жүрісіміз мынау, қолымыздан сыпырт түспей. Қолды ұзартатын баланың жүрісі анау. Бейбі, сен осылай зарлай берсің. Ана бала үйленгенше мен тоқаң алатын шығарым. Көп сөйлемей, тамағыңды әзірлеші, шаршап келдім. Амантай, саған бәрібір, 2 қой 1 тиын. Апай, көңіл жоқ қой, тыныштық па? Қайдағы тыныштық? Ана баланың әлегі ғой баяғы. Ой, солақ па, өткенде айттым ғой. Биылдан қалдырмай Жомартты үйлендіреміз. Ойымдай бермеңізші. Қуат, осы сен болмасаң. Қуат, мен дайынмын. Қайда барамыз? Қаладан құралай келіпті, барып қайтайық. Жақсы. Жақсы, амандықта болайық. Мам, мен кеттім. Қуат, саған тапсырдым. Құралай, табиғат сондай әдемі, маған ұнап жатыр. Шаршамадың ба? Жоға,
Әлеуметтік желіге көп сурет салуым керек, сондықтан әзірге шаршау жоқ. Мен мұнда суретке түсірші. Құралай, аяғымды түсірме, белден жоғар. Иығыңды ұста, күлеміз. 1, 2, 3. Түсірдім. Болды ма? Қане берші. Құралай, қалай түсіргенсің, не мынау? Сеп-семізбін сиыр сияқты. О, досым, көрмегелі көп айдың жүзі болды айқаяқыл. Қуат, өзің қалайсың? Семіріп кетіпсің, үйленген жаққан екен. Жомарт, қалайсың? Қашан той? Той ма? Әйтеуір бір сенбіде болады, бірақ қай күн екен белгісіз. Динара, бермен келші. Мен достарыммен танысып қой. Ең жақын достарым. Жомарт. Динара, танысқаныма қуаныштымын. Мен де қуаныштымын. Менің атым Қуат. Динара. Мен де қуаныштымын. Не қып тұрмыз? Қонақты қыдыртпаймыз ба? Айтпақшы, бүгін ауылда бәйге болады. Соған барайық. Табылған ақыл. Динара енді біздің ауылдың жігіттері ат баптап сәйгүлік ұстайды. Енді бәйге деген керемет қой. Динара бұрын ат бәйгесін көріп пе едің? Жоқ, тек теледидардан ғана көргенім болмаса, бұлай барған емеспін. Шашасына шаң жұқтырмаған не бір сәйгүліктердің шабысын көру бір ғанибет. Ат құлағында ойнайтын шабандоздар, елебеңді қоздырмай қоймайды. Айтпа. Оны көру керек. Кеттік онда, Динара. Жүріңдер. Кеттік. Қазір енді керемет болады. Енді ат шабыс деген нағыз. Қай жерде болады? Ипподромда алыс емес. Амантай, хабарға ауыстыршы, сериалым басталады. Жоқ, ертең көресің, футбол көруім керек. Қазір көрем. Ауыстыр деген соң ауыстыр. Ауыстырмайым, мен көрем. Не бала, не күйеу тілді алмайды. Неткен сорлы едім. Бибі, сабыр. Ертең келін келгенде теледидарын алып келеді. Сол кезде таң атқанша сериал көресің. Аз қалды. Иә саған, адам болатын бала түнімен қыдырмайды. Кеш болды, қайда жүр? Телефон соқсаңшы. Не балаға, не күйеуге маза бермейсің. Жігіт болғасын жүрсін, көрсін. Үйленбейді дейсің. Төбесе төніп тұрсаң, қандай келін келеді? Саған дауы жоқ. Осы мен ақ жаман болайыншы. Сен күштісің. Бұған ақыл айтсаң да жақпайсың. Сенімен сөйлескенше сериал көргенім артық. Динара, ол Қаракемер ауылының бәйгесі. Біздің ауылда ат бәйгесі тұрақты түрде болып тұрады. Кішкентай балалар не істеп жүр? Аттан құлап қалмай ма? Ой, олар нағыз шабандоздар. Ат жалын тартып мінген осы балалар болашақ батырлар. Тұлпарлардың сүйкімдісін ай, қайсысы озар екен? Сен қалай ойлайсың? Менің ойымша, қара түсті атқа қараш. Мен сол жігітке жанкүйер боламын. Ол Жанболаттың құлагер деген тұлпары. Аудан бойынша оған тең келетін жүйрік жоқ. Бәйгені көрейік. Қуат, мына бәйгені көріп отырып, мектептегі қызықты кездер еске түсіп кетеді, иә? Иә, құдай-ау, қайда сол жылдар, махаббат, қызық мол жылдар, ақырын шегеніп, алыстап кетті ау құрғырлар.
есіңде ме? Кезінде маған қарамай қойып еді ғой. қойша сен де қайдағыны айтпай. Мен бәйгені айтып отырмын. Айтпа. Осылардың жасында нағыз шабандоз болдым. Бәйгенің алдын бермеуші ем, білесің ғой? Иә, сен ба? Жылқы түгілі есекте болған жоқ қой сенде. Жарайды, көрейік. Динара, бүгінгі суреттерді қалай алсам болады? Оның несі ғой? Берші телефоныңды. Қазір. Ой, үйге барған соң жіберейінші. Мына жерде ғаламтор ұстамайды. Жарайды, күтем. Қалай, бәйге ұнап жатыр ма саған? Әрине, осыншалықты қызық болады деп ойламаппын. Құлагер оқ бойы озып шықты. Қараш. Иә. Құлагер бәйгенің көркі. Құралай, маған бір күшті цитата айтшы. Түн ішінде тыныштық па? Жай, тек бүгінгі суреттерді әлеуметтік желіге салайын деп едім. Не деп пікір білдірсем екен, ойыма ештеңе келіп тұрған жоқ. Динара, былай жаз. Арманым орындалды. Тұрмысқа шықтым де, қызық болар. Бетәрмен, мен ауылға тұрмысқа шықпаймын. Тыңда. Маған ақшасы бар, жағдайы жасалған, ең бастысы қалада тұратын жігіт керек. Рахат емес пе? Әлемді аралайсың, шопинг. Ал сен ауылға да тұрмысқа шыға бер, саған жарасады. Бүгін Жомартпен көп жүрдің ғой. Қалай екен былай, Қойш болды, енді бұлай жаман емес, бірақ ол менің талғамым емес, Құралай. Кім сен? Қайта мазалап жатқан. Сен айтқан Ханзада Жомарт әріден ештеңе ойламай-ақ қой. Тек бүгінгі суреттер жіберіп жатырмын. Қой, кеш болып кетті. Жатайық. Жақсы. Неткен әдемісің. Тақиялы періште, қалай жағдай? Жақсы. Өзің қалайсың? Кеше үйге барсам, әйелім екі бүйірін таянып ап, әбден ұрысты. Қайда жүрсің, кіммен жүрсің? Айқай шу. Қысқасы түнімен ұйықтамадым. Шаршап тұрмын. Болды енді, уайымдама. Сен жұмыста бар деп белгілеп қойдың. Досым, осы сен болмасаң, қарыздармын. Bir күні менің де көмегім тиеді, көресің. Бірақ сен әйелінен қорқатын су жүрек деп ойламап. Қой, қайдағы? Әйелді бастан. Намыс бар ғой. Енді үйленгесін ондай болып тұрады. Кейін түсінесің. Көп сөйлей бермеш. Жарайды енді ашуланба. Уақытында көреміз оны. Не қарап отырсың? Керемет. Кешегі суреттер ме? Сен де қайдан жүр? Кеше Динара жіберген. Саған жіберейін бе? Қой, жоқ, керек емес. Әйелім көріп қойып, үйде ұрыс-керіс болып жүрер. Абайла, тарап кетіп жүрмесін. Ой, анжық. Сен қорқақ десе қорқақ екенсің ғой? Тұра тұр. Динара саған сурет жіберді. Демек, көңілі бар. Жомарт, не тұрыс? Сөз салып үйленіп алсайшы. Тамаша мүмкіндік. Ай, досым, киноны көп көргенсің ау дейме сен? Саған бәрі оңай көрінеді. Мүмкін оның жігіті бар шығар. Бұлай енді жаман емес сияқты. Досым, бұл сөзді осы өмірде естимін деп ойламап ем. Шүкір, енді мына құлақ керең болып қалса да бәрібір. Жомарттың да осы өмірде ұнататын қызы бар. Қойшы енді, бұл әзілдей бермей. Бұлай енді, сүйкімді.
Жомарт, сүйкімді болса істі соңына дейін жеткіз. Бәстесейік, егер Динараны қарата алмасаң, қарату емес, үйлене алмасаң, мен саған... Қой, жоқ. Үйленуді айтпа. Жігіт емессің бе? Бір қызды келін қылып үйге түсіре алмасаң, не істен шалбар киіп жүрсің? Үйленсең, менің әйелім босанғанда ұлымның атын Жомарт деп қоям. Ал егер ұтылып қалсаң, сен маған көлігіңді бересің. Ал қыз тусашы. Қыз туса, маған бәрібір Гүлжомарт деп қоям. Кел, істесейік. Алақан алды айт, шынды айт. Айтқанмын, қайтпайсың, Немере, келін немерелерді көріп келдім бала чағамды. Олар жақсы саманнесіп жатыр. сәлеметсіздер ма, қалайсыздар? Амансың ба? Амансың ба? Күннің ыстығында қайдан келе жатырсың? Орталықтан күнделікті тірлік қой, тамақ ас су дегендей. Бала үйленейін деп жатыр ма? Соған ба? Жоқ, әзірше тыныш. Күнделікті қажеттілік қой. Жақсы аман бол, жолыңнан қалма. Той болып жатса, шақыруды ұмытпа. Міндетті түрде шақырамыз, сау болыңыздар. Осы, бейбін айтам, осы жасқа жеткенше қолынан әлі сөмкесі түспейді. Күлпаш, сәулім үйі бар, көлігі бар, жағдайы жақсы. Баланы оқытты, тоқытты. Батпандай байлық бергенше бармақтай бақ берсе ғой. Бағила, шірген байлық кімге керек? Одан да екеуміздің өміріміз жақсы. Келін, немере бар дегендей. Құрсын, кеттік, киномызды көрейік. Сәлем. Келіп қалдың ба? Қалай емес қой бұл? Кептеліс жоқ. Иә. Динара, мен саған ауылдың хайуанаттар бағын көрсетейін деп едім. Дәл қазір? Мүмкін Құралайды күтерміз, ол мамасына кеткен. Құралайға қызық емес ол. Жүр. Жомарт, ауылда шынымен хайуанаттар бағы бар ма? Ал ішінде нелер бар? Барғасын көресің. Жүр енді. Жарайды. Кел, отыр. Рахмет. Бейбі, Жомарт қайда жүр? Тірі ме өзі? Мен қайдан білейін? Жүрген шығар? Не айқайлайсың? Іздемейсің ба? Шешесі емессің бе? Алмайды. Телефоны сөндірулі. Бала жалғыз маған керек пе? Бейбі, қойшы сонда енді. Қашанға қамсы жүре бересің? Баламен сөйлес. Не ойлап жүр? Осының бәрін айтуым керек пе? Не дейкен ақыл? Енді 25-тен асқан жігіт тәрбиеле дейсің бе? Сериал қарағанша балаңа қарасаңшы. Ішпеймін, тәбетім жоқ. Шаршадым. Сенен де, ана баладан да. Ішпесең ішпе. Осы біздің хайуанаттар бағы. Ана қойларды көріп тұрсың ба? Иә. Оларда отар дейді. Ана сиырлар ше. Иә. Оларды табын деп атайды. Отар, табын, жылқылар кіші. Жылқылардыкін үйір деп атайды. Малдың төлін жасына қарай әртүрлі атайды негізі. Қошақанды қара, сүп сүйкімді. Дұрыс, қошақан, қозы. Ал сиырдың төлін ше. Бұзау. Жылқының баласы құлын, түйенің баласы бота. Солай ма? Жарайсың, бәрін біліп тұрсың ғой өзің.
жомарт суретке түсірші. Келсір. Дайынсың ба? Иә. 1, 2, 3. Болды ма? Керемет. О. Асеке, ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай? Сәлеметсіз бе? Астыңыздағы тұлпарыңызды бере тұрсаңыз. Динара, кел атпен серуендей қызық болады. Қорқам, жомарт. Қорықпа, кел. Қорқам дейм. Қорықпа, кел. Қасында тұрғанда мен қорықпа. Жомарт. Қорықпашы, ол қасында мен тұрмын. Қалай? Оп! Мен! Өймін! Қайтаданмын бол. Былай. Ай, бәрекелді. Динара, Ау. сендей қаншайым бар жігіттің арманы жоқ шығар, а? Оны өзіне сұрау керек шығар. Сұрайын. Қайдан табамын? Таппайсың ау деймін. Себебі ол жоқ. Оны өзім де таппай жүрмін. Менің ханзадам, қайдасың? Бәлкім қасында келе жатқан шығар. Өзіңді айтып тұрсың ба? Мен аттан басқа ештеңені көріп тұрған жоқпын. Жомарт, сен жақсы жігітсің. Бірақ саған менен де жақсы қыз лайықты. Осы сөзің үшін саған бір лайк. Динара, Ау. сен ауылдан қашан кетесің? Ертең емес, бүрсі күні қайтам. Неге ерте? Қалайша ерте? Мен лагерде жүрмін ба? Жұмыс дегендей. Мәссаған. Әлде мен қимай жатырсың ба? Я шын айтсам, Динара, сен ешкімге де қимаймын. Кеттік. Ат қандай сүйкімді. Ұнады ма? Әрине ұнады. Бізде қалада бұндайдың біреуі де жоқ. Жігіттер өткенде кетті, қалаға апарып өткіздік. Ақшасы да жаман болған жоқ. Тағы да тапсырыс беріп жатыр. Қаласаңдар бірігіп жұмыс істейік. Шаруашылықты дамыту керек дегендей. Жомарт қайда жүр? Бұлай кешікпеуші еді. Қазір келіп қалар. Қысқасы солай. Ақшаның көзі малда. Соны білдім. Міне, өзі де келді. Жігіттер, ренжімеңдер. Енді босадым. Қалай, не жаңалық? Жаңалық болғанда сол, жігіттерге бәрін түсіндіріп айттым. Малдарын бордақыға өткізетін болды. Жақсы болыпты. Енді ауылдас, сыныптас болғаннан кейін бізге сенетін шығар. Дұрыс па, бәке? Әлеке? Дүйсенбіде жүздесейік. Сол кезде келісім шарттың бәрін алып келем. Жарайды, жақсы жігіттер, келгендеріңе рахмет. Рахмет, жігіттер. Жомарт. Бәрі дұрыс па? Түрің бұзылып кетті ғой. Шаршап жүрмін осым. Динара мен қалай қыдырдың? Оны қайдан ба? Құралай айтқан. Екеуің ауылдың хайуанаттар бағында жүр деді ғой. Айтпақшы, бәстескенімізді ұмытқан жоқсың ба? Ұмытқан жоқпын досым. Мәселе бұлай, мен үйленуім керек. Енді, не істейін? Білесің ғой мен Динараның ұнататынымды. Содан? Содан сол бір күннен кейін қалаға кетеді ол. Мәссаған, сүйгеніңнен айырылу деген осы. Бітті. Қалаға кетеді, ертең бір жігіт қағып түседі. Жүр осылай ауылда манақтар құсап, бойдақ. Не істе дейсің маған? Алып қашу керек. Басқа мал жоқ. Алып қашу. Мен құда түскім келеді. Сен құда түсем дегенше, ол тұрмысқа шығып кетеді. Өзің ойлашы. Онымен танысқан күні кеше.
онымен жүресің, сөз саласың, ол саған қарай ма, жоқ па, уақыт өте береді. Көп созбай, алып қаш. Сенің әйелің проблема жоқ. Ойлан. Динара қалаға қашан қайтады? Бір күннен соң қайтады. Сонда бізде бір күн ғана уақыт бар ма? Иә. Саспа бауырым. Бір амалын табармыз. Онда былай жасайық. Тыңда. Динара, бүгін менсіз қалай қыдырдыңдар? Ұнады ма саяхат? Әрине. Жомартпен жүрем деп тіпті сені ұмытып та кетіппін. Құралай, менің қалаға кеткім келмей жүр. Бармай-ақ қойсаңшы. Әлде бастыққа ескертейін ба? Жоға, кету керек. Жұмыс дегендей. Алло. Сәлем, Қуат. Жақсы. О, тамаша. Бастаңғы? Жақсы. Жақсы ол. Динара, ертең жігіттер сенің құрметіңе бастаңғы жасайын деп жатыр. Бастаңғы? Біз сонда қайда барамыз? Тауға барамыз. Қызық болады. Жарайды. Көрерміз. Балам, таңғы асыңды ішіп ал, қарның ашады. Сосын ше, мам. Мам, бүгін кешке келін келіп қалуы мүмкін. А? Дайындалыңыздар. Қалай сонда? Келін? Болды, мен үйленем деп шештім. Бірақ күнде ме? Алып қашып келесің бе? Ақырын сөйлесеңізші, әкем естіп қойса оңдырмайтын білесіз ғой. Түсінбедім балам. Адам құсап, құда түсіп алмадық па? Бұл қалай болады енді? Солай. Басқа таңдау жоқ. Кешке келем. Дайын болыңыздар. Балам, шайыңды ішпедің ғой? Келін дей ма? Мынау қызық болды ғой. Құралай, қай көйлекті киін? Ау, Динара, бірдеңе дедің бе? Қай көйлекті кием дейм. Етек ұзын көйлек киген дұрыс қой, тауға шығамыз. Қызықсың, ұзын көйлек жоқ менде. Қайдан алам? Не болды сонша тойға баратындай дайындалып? Енді, сосын Құралай, шаңын бұрқыратпай тастар шанан. Шаң сорғыш жоқ па? Ауыл деген жақсы ғой. Тек осындай болмаса. Жомарт, жүрегің дүрсілдеп тұр ма? Қуат, тауға осылай бара береміз бе? Мүмкін спорттық киім киерміз, а? Жомарт, қызықсың сен. Тауды емес, тойды ойла. Үйдегілерге айттың ба? Иә, айттым, олар біледі. Тіп жақсы. Онда былай жасайық. Сен екі қызды алып кел, мен сендерді тау жақта күтем. Жоспар бойынша жұмыс істейміз. Жарай ма? Кешікпейміз. Жақсы. Жақсы. Тамаша! Уақытта біразға таяп қалды, иә? Бізде тағы бір тосын сый! Арнайы Динара үшін! Рахмет. Бірақ бұл жерде емес. Тұрыңдар, жүр, кетейік. Жарайды. Қызық болады. Қуат, бізге көрсетем деген тосын сыйың қайда? Иә, жігіттер, біз қайда барамыз? Біз бе? Біз бақытты болуға. Яғни сені бақытты қылатын әлемге барамыз. Түсінбедім. Қайталап айтам, сені бақытты қылатын жерге барамыз. Алып қашу операциясы.
Жомарт, мен саған ренжідім. Мынау не? кешірші бірақ мен оны сүйем жоғалтқым келмейді оны түсінесің бе Жомарт, қалай түсінемін? Бибі, анау қиял үйдің құралынан емес пе? Жөндеп сұрадың ба? Келін келмей, мына жұртқа масқара болып жүрмейік. Амантай, мен қайдан білейін? Айтты, кетті, болары болды. Енді кеш, көреміз. Босқа жүрмей көмектес, самбұрынға от сал. Үйге келсін, көзіне көк шуын емелетейін. Қыз ұрлап, бір қызға әлі келмей, бос бермеу. Бағила, Амантайды айтам. Бір баласына құда түсіп келін түсірмегеннен кейін, мына байлықтың не қажеті бар? Айтпа, байлар қалтырақ келеді емес пе? Ақшасын аяған шығар. Кімнің қызы? Білдің бе? Айтпайды. Көреміз қазір. Таңдаған тазға жолып жүрмесін тек. Күлпаш, сенің айтпайтының жоқ. Тыныш, біреу-біреу естіп жүрер. Рас қой енді. Келет шығар, отырады шығар. Келетір. Ағырамалды ақтап кетсек өзің кіргізіп берейін.